Құрметті көрермен, Ұлы Отан соғысының 80 жылдығы қарсаңында осы тақырыпты талқылауды жөн көрдік. Осы ретте студиямызға мәжіліс депутаты, Қазақстан Республикасы Ардагерлер ұйымы Республикалық қоғамдық бірлестігінің орталық кеңесінің төрағасы Бақтықожа Салахаддинұлы Ізмұхамбетов мырзаны шақырдық. Бақтықожа Салахаддинұлы, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Өзіңіздің жетекшілігіңізбен қазақстандық қаһарман майдангерлер жобасы аясында біраз зерттеу жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұған дейін енді қателеспесем 56 томы жарық көрген екен. Міне соның бір парасы десек те болады шығар. Жалпы қандай жұмыстар атқарылды, қандай жоба, алдағы уақытта қандай жұмыстар атқарылады? Қысқаша тоқталып өтсек. Рахмет. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының тапсырмасына сәйкес біз қазір ұлы жеңістің 80 жылдығына әзірленіп жатырмыз. Таяуда үлкен салтанатты іс-шаралар өткелі отыр. Осыған байланысты Республикалық ардагерлер ұйымы қоғамдық бірлестігі барлық аймақтарда жоспарлы көлемді жұмыстар жүргізіп жатыр. Біз ардагерлер ұйымы соңғы жылдары елеулі үлкен жұмыстар атқардық. Соның бір-екеуін айта кеткім келеді. Біріншісі, бір кезде 1943 жылы Словения елінің Повер деген аудан орталығында фашистер сол жерде басып алып отырған кезде Совет одағы бір топ адамдарды ерекше тапсырмаменен сол Поверге жұмсаған. Сол жерде ол бір фашистік аса үлкен дәрежедегі офицер келуге тиіс болған, соны жою керек болған. Соны бір адам кішкентай Повер өзенінің жағасында ағаштың үстінде отырып, сол тапсырманы орындаған, бірақ немістер оқтың қайдан шыққанын біліп, сол жерде атып құлатқан кісіні. Сосын адамның өлген көргеннен кейін немістер кетіп қалған. Кешкісін өтіп бара жатқан бір діни адам, сол Повердің адамы, ана кісінің тірі жатқанын көріп, жасырып, шөппен жауып, арбамен үйіне алып кеткен. Бірақ ол кісі өзі соңғы күштерімен өзінің кім екенін айтқан, 3-4 күннен кейін ол кісі өмірден өткен. Міне осы адамды бер жағында тарихи зерттеп шығарғанда, ол сол кезде оған ана Словенияда жазып алған Кассиус Север деп жазып алған екен. Ол ешқандай Кассиус Север емес, Сабыр Қасымов деген солтүстік қазақстандық қазақ екені белгілі болды. Осыған байланысты сол 19 жылы Қорғаныс министрлігінің ұйымдастыруымен біздің республикалық пантеонда капсул топырақпен отанның топырағын алып ұйымдастырылды үлкен мероприятие. Сонымен біз еліміздің белгілі офицері Тасболатов Абай Бөлекбайұлы екеуміз Повер елді мекеніне барып, сол жаңағы Сабыр Қасымовтың бейітіне топырақ капсулды апарып орналастырдық. Сол жерде өткен іс-шара өте үлкен дәрежеде өтті. Ол естен кетпейді. Біздің таңғалғанымыз сол кездегі жергілікті халықтың елін, отанын қорғаған адамдарға қандай құрмет жасаған. Сол біз барғанға дейін сол жаңағы бейіттің басын бәрін ана кісілер өздері күтіп қамқорлап отырған екен. Ол бір оқиға. Екінші оқиға ол мынау таяу мемлекеттер достығы халықаралық дәрежедегі конкурс жариялап, соғысқа байланысты, осы жеңіске байланысты. Сол конкурсқа біз Абай Тасболатов, жаңа генерал-лейтенант Тасболатов екеуміздің «Казахстанцы в годы Великой Отечественной войны» деген кітапты жазып тапсырғанбыз. Сол біздің Қайнар баспасы сол конкурста осы шыққан кітап үшін бірінші дәреже дипломмен марапатталды. Бұл да бір үлкен біздің сіздерге. ТМД мемлекеттер арасында. Жоқ, халықаралық дәрежеде болды, бірақ ТМД мемлекеті дайындаған, ТМД мемлекет конкурста жариялаған ТМД мемлекеті. Ол бірақ халықаралық дәрежеде өтті. Бірінші дәрежеде диплом алдық біздің осы кітабын. Қайнар баспасы біздің кітабымыз үшін. Енді үшінші жаңа айтып отқан мәселеңіз. Мен соғыс ардагерінің ұлымын. Менің әкем 41-ші жылдан 45-ші жылға дейін соғысқан. Мен 36 жыл мұнай саласында жұмыс жасаған адаммын. Бұрғылаушыдан министрге дейін.
Сол кездерде дәлірек айтқанда 95 жылдан бастап мен әкемнің соғыста жүріп отқан жолдарын бойынан сол кездегі елшіліктерге өтініш жасап, мұражайлардан көптеген деректер жинақтай бастадым. Сол енді бер жағында тағы да көптеген материалдар, деректер жинақталып, осы жинақталған деректердің барлығын белгілі журналист Жұмабай Доспанов деген азаматқа тапсырдық. Сол Жұмабай Доспанов осы көптеген кітаптарды дайындады. Оның редакторы болып, белгілі ақын өкінішке қарай өмірден өтті. Таяуда жақында Қойшығұл Жылқышиев дейтін азамат, сол үшеуміз 30 жыл осындай жұмыспен айналыстық. Биыл 30 жыл болды, 95 жылдан бері. Бақтықожа Салахатдинұлы, деректер жинауда қандай да бір қиындықтар бар ма? Қалай аласыздар, қалай табасыздар? Көп дерек жалпы... Оны былай бастадық біз. Әуелі қазақстандықтар үшін жинадық біз. Бірақ артынан бүкіл советтік офицерлер үшін барлығын түгелдер жинақтадық. Өйткені біз түрлі тақырыптарда жинадық. Мысалы, біреуін айта кетейін. Мынандай мен мына кітап әкеліп отырмын. Молодые полководцы СССР во Второй мировой войне деген. Мына салынған залогшылардың барлығы бұл қазақстандықтар. 19-21 жастарында майор дәрежесінде полк басқарған, батальон басқарған, үлкен штабтарды басқарған бір бөлек қазақтардың бұрынғыда болмаған есімдері кірді осы кітаптардың ішіне. Тағы бір ерекше кітап, бұл «Женщины фронтовики Қазақстан» дейтін 6 томдық шығардық біз. Мен осыны сұрайын деп отыр едім. Осы кітаптың ішінде айтайын деп отырғаным, біздің қазақстандық 7400-ден астам қыздарымыздың соғысқанын, оның ішінде 700-ден астам офицер болғаны. Сонда әрбір 11-ші қазақтың қызы офицер болған. Бақтықожа Салахатдинұлы, біз мысалы батыр қыздар, майдангер қыздар деген кезде бірден ойға Әлия, Мәншүк, Хиуаздар келеді. Есімдері осындай бір атаққа жетпеген, шетте қалып қойған, аты шықпай, сондай батыр қыздарымыз әлі бар шығар. Енді 6 томды арнасаңыздар, 7400 майдангер қыз болды деп отырсыз. Біздің мынандай да еңбегіміз бар. Мынау «Не ставшие героями Советского Союза». Яғни жаңағы мен сұрағыма жауапты осының ішінен табасыз дейсіз ғой. Бұл тек қана қыздарға да, біздің ер адамдарымызға да барлық. Кейбір адамдар, мысалы, бір кісі, ол қазақ емес әрине, 4 рет ұсынылып герой ала алмаған. 9 кісі 3 рет ұсынып герой ала алмаған. Сондай кісілердің ішінде 20-дан астам қазақстандықтар бар. Сол Совет одағының батырына ұсынылып алынбай қалған. Енді түрлі себептен оған шындай жасыратын жоқ. Қазір деректерде кейбір жерлерде шығып жатыр. Оның әуелде әкелері Совет үкіметіне қарсы жұмыс жасаған, саясатқа байланысты ала алмай қалған адамдар бар. Осындай бұрмалаулар көп болған ба? Болған. Сөз жоқ, болған. Болған. Сол бұрмалаулардың кесірінен кейбір адам, мына біздің жинаған деректеріміз бұл мындай. Мен айта кетейін, осыдан 2 жыл бұрын 23 жылы Москвада мына бір бөлек мына кітапты біз презентация жасадық. Мінекей. Қазір айтайын. Мына кітапты. Молодые старшие офицеры. Сосын екінші... Басым бөлігі орыс тілде басылып шығарылған ба? Басым жоқ, қазақшаларда бірнеше қазақша кітаптар да бар. Қазақшада, орысшада шығардық біз. Бірнеше тілде бүкіл одақ бойынша, бұрынғы совет үкіметі бойынша жинақтаған материалдарды орысша шығардық. Қазақтарға байланысты әрсе кітаптарды біз қазақша шығардық. Сонда сол жерде мен презентация жасадым Москвада. Сонда мынау Координационный совет дейді, Координационный совет ветеранов СНГ. Сол Координационный советте бүкіл үлкен жоғарғы дәрежедегі офицерлер түрегеліп тұрып тыңдап қатты риза болды осы еңбекке. Өйткені бұндай еңбек бұл орысша айтқанда уникальный, баға жетпейтін материал. Өйткені бұл еш жерде болмаған, еш жерде басылмаған материалдар. Сондықтан бұл тек қана біздің Қазақстан үшін ғана емес, жалпы таяу мемлекеттік достығындағы әсіресе Россия, Белоруссия сияқты елдер үшін аса қажет материал. Бұл тарихи деректер. 56 том 30 жылда жасалған еңбек жазылған. 30 жылда жасалған еңбек, бірақ бұл жұмыс әлі жалғасып жатыр. Ашылмаған әлі деректер көп дейсіз ғой. Жүріп жатыр әлі.
әлі жүріп жатыр. Мысалы, бір кезде біздің советтік офицерлердің санын 12 қазақ офицерлердің санын 12 мың төңірегінде жинақтаған болатын біз. Қазір 13 мыңнан асып кетті. Қазақ офицерлердің саны. Тек офицерлер. Тек офицерлері. Иә. Сондықтан бұндай жұмыстар әлі жалғасып жатыр. Жалпы айта кету керек, мен барлық уақытта да айтам, тарихты саясатпен араластырмаған дұрыс. Тарихты еш уақытта бұрмалауға болмайды. Қазіргі кезде өзі естіп көріп біліп отырған шығарсыздар, қазақстандықтар оның шет жағасын көріп жатыр. Кейбір елдер егер кезінде Еуропаның мұхиттың ар жағындағы елдердің көмегі болмағанда бұл соғысты жеңе алмайтын еді. Соғысты негізінен көмек жасаған сол адамдар дейтінде әңгімелердің шеті шығып жатыр, білесіздер, естіп жатырсыздар. Сондықтан бұндай нәрселердің барлығын дұрыс түсінікпен қарау керек. Өйткені соғыстың ең үлкен қиындығын да көрген, соғыстың ең ауыртпалығын да көтерген сол кездегі советтік жауынгерлер. Оның ішінде біздің қазақстандықтардың орны ерекше бөлек. Және тағы бір нәрсе жаңа айтып кеттім ғой, Совет одағының батырына ұсынылып алмай қалған адамдар деп барды деп. Солардың ішінде сол Совет одағының батырына ұсынылған адамдардың санын есептеп қарағанда, бүкіл сол кездегі одақтың 15 республикасының ішінде Қазақстан 3-ші орын алады екен. Ресей мен Украинадан кейін. Осының өзі қазақстандық жауынгерлердің қандай ерлікпенен соғысқандығының бірден-бір көрсеткіші деп ойлаймын. Мынау сіз енді жаңа ерлікті еске алып отырсыз, біраз еңбектер жазылды. Енді осы аты шықпаған азаматтар қазір ел аузында қаншалықты кең дәріптеліп жүр? Қаншалықты тиісті деңгейде дәріптеліп жүр? Негізгі мақсат, миссия енді жалпы сол майданға қатысып, елге оралмаған, ерлік көрсеткен азаматтарды барынша көпшілікке таныту ғой, негізгі мақсат, негізгі миссия. Енді сол миссия қазір орындалып жатыр ма? Орындалып жатыр, сөз жоқ, орындалып жатыр. Біз енді ардагерлер ұйымы болғаннан кейін бізге барлық аймақтардан ең бірінші көп жиі келетін мәселе сұраныс, ол ономастикаға байланысты. Әкесінің, атасының, үлкен адамдардың соғысқа қатысқан аттарын мектепке, көшеге, тағы бір сондай адам орындарға беру жөнінде ұсыныстар қайта келеді. Бірақ енді қазір ономастика заңына байланысты тәртіп бар. Кезінде жасыратын жоқ, осыдан біраз жыл бұрын кейбір жерлерде де бұндай тәртіптің кішкене сақталмай қалғандығы да көрініп жатыр. Әркім өзінің ағайынын, өзінің әкесін, өзінің атасын итермелеген. Сондықтан бұл тәртіпке қазір үлкен жауапкершілікпен қарап отырмыз. Бірақ айта кету керек, жаңадай шығып белгілі болып жатқан адамдардың есімдерінің сақталу үшін мұражайларда ономастикаға байланысты жұмыстар жүріп жатыр. Бұны ең бірінші жүргізіп отырған және ардагерлер ұйымы. Біз атқарушы органдармен, үкіметпен тікелей байланысты бұл мәселелерді жұмыс жасап отырмыз, жүйелі түрде. Қазіргі таңда енді күн өткен сайын ардагерлеріміздің қатары сиреп барады. Қажетті деңгейде қолдау бар ма? Материалдық болсын, басқа да болсын. Біз осы жыл басында біздің Советтегі Ұлы Отан соғысына қатысқан адамдардың саны тек қана 100-ден азған асатын адам болды, 126 адам болды. Енді қазір одан азайып келе жатыр. Біз соңғы осы мен айтып отырмын, 9 жыл ардагерлер ұйымын басқарамын, республикалық. Осы уақыттардың ішінде біз барлық соғысқа қатысқан ардагерлердің барлығын тұрғын үймен қамтамасыз еттік. Жыл сайын керекті дәрежеде көмектер көрсетілді. Бір нәрсені әдейі айта кеткім келеді. Бізде үлкен бір жоба бар ардагерлерде. Сол жоба бойынша іскер адамдар аймақтарда сол жаңа Ұлы Отан соғысқа қатысқан ардагерлердің, мұқтаж адамдардың тізімі жасалған аймақтарда, соған әркімге іскер адамға бөлініп берілген. Сол адамдар ай сайын сол адамдарға жағдай жасап отыр. Кәсіпкерлер, жеке кәсіпкерлер. Жеке кәсіпкерлер, үкімет емес, жеке кәсіпкерлер. Біз бұл жұмысты алғашқы жобаны Атырау облысынан бастадық. Онда үлкен өте жақсы көлемде жұмыс жүріп жатыр. Таяуда осы 2 жыл бұрын Қызылорда менен Солтүстік Қазақстанды қостық. Тағы 3 облысты біз соған жалғастырып жатырмыз. Осы жоба бойынша біз көптеген мына жағдай кішкене қиынырақ ауыратын адамдар,
енді былайша айтқанда жасы келген адамдарға көмек көрсетіп отырмыз. Жақсы, Бақтықожа Салахатдинұлы, уақыт бөліп студиямызға келгеніңізге көп рахмет айтамыз. Құрметті көрермен, қазақстандық қаһарман майдангерлер 30 жылда жазылған еңбекті бүгін осы студиямызда талқыладық.